12 жасқа толған балаларға арналған. Біздер патшадан да паңдармыз, біздер біреулерге арманбыз. Барды деп, жоқты деп жасырмай бақытынан қашып жүрген жандармыз. Армысыздар қадірлі қазақ елі. Эфирде театрым, тағдырым хабары. Және мен Жұлдыз Бейсек. Бүгінгі біздің төрімізде актер Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Құрақ Бидайбекұлы. Қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Денсаулығыңыз қалай? Өте жақсы. Бәрекелді. Жалпы Құрақ мырза өнер адамы, Алла тағала оған дарын, талант бергенмен, күнделікті күйбең тіршілікке келгенде тірлікке епсіз келеді дейді. Сіз қалай ойлайсыз? Енді ол адамның өзіне байланысты шығар. Әркімнің өзінің тәрбиесіне, мына жан жағынан үйренеді ғой адам, өмір бақи үйренумен өтеді. Сондай өзінің ебіне байланысты шығар деп ойлаймын мен. Жалпы сіздің өнер адамы болуыңыз кімнен дарыған? Енді мен өзім негізі мына қазіргі Алматы облысының тумасымын. Алматы облысы Сарқант ауданының Алмалы деген ауылы. Сол жерден туып өскем. Біздің ауыл өз негізінен мына спорт жағына өте мықты болды. Әбілсейт Айқағанов, Аманжол Бұғыбаев біздің ауылдың ағаларымыз. Ал енді менің өзім туған ағам Олжабек деген ағам Москвада ВГИКке түскен. Қазіргі мына продюсерлік дейді ғой, ол кезде экономический факультет дейді, соны бітіріп, Қазақфильмде 20 жылдай қызмет істеді, 20-ға тарта көркем фильм түсірді. Ал енді сол ағамыз мектепте оқып жүргенде мына әдебиетке өте құштар болды. Кітапханадан 5-6 кітап алып келіп оқитын. Ол енді оқып жатқанда менде жаңағы сабақтан бос кездерімде ол 5-6 кітапты бітіргенше мен 1-2 кітабын бітіріп қоятын. Сөйтіп жүріп әдебиетке жақын болдым. Сол ойлаймын, сол өзімнің ағамның арқасы. Оның кейін мектепте жүргенде менің ұстазым Құман Тастанбеков болды. Біздің класс жетекшіміз болды. Сол кісінің де әсеріме дейін. Мен Құман ағамызды білесіздер ғой. Қыз жібекте Төлегенде ойнады. Сол кісінің де әсері болу керек, мені өнерге әкелген. Және де мен орта мектепті біткеннен кейін ауылдан біздің халық театры ашылды. Оны Шеге Елубаев деген ағамыз басқарды. Сол театрда мен 1 жылдай қызмет істедім. Сол 1 жылдай қызмет істегеннен кейін өзім ішкі түйсігім оқу керек болды. Өйткені оны тереңірек білу үшін өнерді, ары қарай даму үшін әрине білім керек болды. Соңғы Шеге ағамызға айтып едім, осы Жамбыл мәдени ағарту училищесіне ол кісі жолдама берді. Міне, егер осы театр мамандығын қаласаң, ары қарай оқуыңа осы мәдени ағарту училищесі дұрыс деп. Содан 69 жылы осы Жамбыл мәдени ағарту училищесінде жаңа құжатымды тапсырып, ертеңді жаңағы экзамға келсек, экзамды қабылдайтын Қазақстанның халық артисі Асқар Тоқпанов ағамыз екен. Ол кісі 1967 жылы осы бұрынғы Абай атындағы осы Қазақ драма театрына бас режиссер болып кепті. Сонан кейін ол кісі келіп енді қызметін бастағанда қараса, жастар театрда жоқтың қас екен. Жастар өте аз екен. Қой, мен бұл театрға кадр дайындауым керек деп, осы Жамбыл мәдени ағарту училищесінің басшыларымен келісіп, сол жылы арнайы осы театрға жаңа жастарды қабылдап жатыр екен. 15 ер бала, 15 қыз бала қабылданды. Сол 30-дың бірі болып мен де қабылдандым. Содан Асқар ағамыздан
69-дан 71 жылға дейін сабақ алдық. Ол кісінің жаңағы театрға деген көзқарасымен театрды шын сүйген адаммен тек жүрегімен түсініп, өзін осы өнерге өзін арнап қана жұмыс істейтін түсіндім. Ол кісі 71 жыл қызметімен ауысып Алматыға кетті. Біз 2 жылдан кейін басқа ұстаздан білім алып бітірдік. Театрға жаңадан басшылар келді. Жақып Омаров деген ағамыз келді Алматыдан. Ол кісі өзінің студиясында дайындаған 9 шәкіртін ала келді осы біздің театрға. Сөйтіп, біздің жаңағы группамызға сұраныс болмай қалды. Бірақ дипломный спектакльді қойғанымызда Жақып аға жаңағы комиссияның мүшесі болды да. Біз Қозы Көрпеш, Баян Сұлуды қойғанбыз. Онда мен Қодар образын сомдадым. Сонда ол кісі бізден 3 баланы таңдап, осы театрға шақырды. Сол үшеудің біреуі болып, мен 1972 жылы осы Абай атындағы Қазақ драма театрының табалдырығын аттадым. Содан мені 16 жылға дейін қызмет істедім. Осы жерден пенсияға шықтым. Сіз келген кезде алғаш осы театр қандай еді? Ол кезде біз келгенімізде біздің алдыңғы ағаларымыз, апаларымыз өте талантты, Қазақстан бойынша деп айтайын, ең бір мықты мына академия театрдан кейінгі бір мықты коллективтің біреуі болатын. Атап айтсам, Шәріпбай Сәкиев, Мұхаммедқали Табанов, Тілек Ерғалиев, Алтын Ружева, Қазақстанның халық артисі, Шәріпбай ағамыз Қазақстанның халық артисі, Оразғали Абдылманов, Сағынбек Рақышев, тағы да көптеген аға-апаларымыз болды. Біз келген кезде Маман ағамыз келді режиссер болып, Жақып ағадан кейін. Ол кісінің бір бізге жақсаған бір жақсылығы дейін ба, біз жастарды жаңағы алдыңғы тәжірибелі ағаларымызға жаңағы тәлімгер ретінде әрқайсымызды соларға бекітіп қойды. Менің тәлімгерім Қазақстанның еңбек сіңірген артисі Мақсұт Салықов деген ағамыз болды. Менің ол кісіден үйренгенім өте көп. Ол кісі өте талантты. Мына қай жанрға салса да, комедия болсын, трагедия болсын, драма болсын, ол кісі алдына жан салмайтын сондай мықты өнерпаз адам еді. Енді сол кісілердің тәрбиесін көрдік. Ойнаған спектакльдерін көріп жүріп, солардан өстік, өнеге алдық десем болады. Содан бері не өзгерді театрда? Театрда емес, жарты қоғамда өзгеріп жатады ғой. Адамзат өзгереді, күнделікті мысалы бүгінгі өткен тірлік ертең қайталанбайды, ертең басқаша болып жатады. Талай өзгерістерді көрдім. Талай мысалы режиссерлармен қызмет істедім. Әліне театрдың жаңағы алтын ғасырда болды, төмендеп жаңағы тоқырау кезде болды. Театр енді жаңағы тірі организм ғой болды. Тірі организм сияқты. Театрға мысалы ең керегі мына халықтың сұранысын таба білу керек. Репертуарды таңдаған кезде халықтың сұранысынан шыға білу керек. Сондай репертуар таңдаса, ол театр өмір бақи жасайды деп ойлаймын. Бәрекелді. Менің естуімше, сіздер жаңадан жұмысқа кірген уақытта түрлі гастрольдік сапарларға сіздерді жіберіп тұрады екен. Сіздер сол кезде Тараздың көктемін көрмей, түрлі қалаларда қойылымдар көрсетеді екенсіздер. Сол турасында айта отырсаңыз. Ол рас. Ол кезде мынау жоспар еді ғой. Жоспарлы экономика дейді. Әр театрдың өзінің орындайтын жаңағы жоспары бар. Бәленше мың деп жаңағы белгілеп қояды. Оны орындау үшін жаңа театр көктем басталысымен 3 бригадаға бөлініп, Қазақстан бойынша, Өзбекстан, Қырғызстан бәріне біз жаңағы командировка дейді ғой. Жаңағы жол сапарға шығатын спектакльмен. Сонау март-апрельден шыққаннан кейін
сентябрьға дейін жүретін кезіміз болады. Жоспарды орындап, жоспар толмай. Енді ол оңай емес гастрольде шығу. Ол адамның кім екенін сол гастрольде жүріп білеміз. Бір-бірімізді сонда танимыз. Кімнің кім екенін. Мінез құлқы дейді ғой. Ол жай жүргенде адамды білмейсіз. Сырт қарағанда, ол бір қарағанда адамды білу қиын. Ал енді 3 ай, 4 ай бірге жүргенде біз әбден бауыр басып, бір үйдің балаларындай болып кетеміз. Ол рас ол. Қиындық та болады әрине. 100-ге тарта кейіпкерлерді сомдапсыз. Соның ішінде жүрегіңізге жақыны қай образ? 1972 жылдан өнер жолымды бастадым. Менің алғаш көрген режиссерларым Маман Байсеркенов. Маман Байсеркенов алғаш келгенде, ол Қазақстанда бірінші болып, Шолоховтың Тынық донын қойды. 2 сериалы. 2 күн болатын. Бүгін бірінші сериясы болса, келесі күн 2-ші сериясы болатын. Сол Тынық доннан бір кішкене ғана эпизодтық рөл Изварин деген ақтың бір офицері. Мен жаңағы творчестволық жолымды сол кішкентай офицерден бастағам, Изварин деген. Одан кейін ол кісі тағы да көптеген спектакльдер қойды. Одан кейін Тұрар Дүйсебаев деген ағамыз болды, режиссер. Ол кісілерде де мен көп спектакльдеріне қатыстым. Ол кісінің жаңағы Балуан Шолақ деген спектакльдері, Шаншар ата деген. Шаншар ата тура спектаклін айта кетсем, сол кезде одақтың кезі, мына өзіміздің Алдихан Қалдыбаев деген жергілікті драматург жазушымыз бар. Сол кісінің жазған Шаншар атасы бүкіл одақтық фестивальдан бірінші орын алды, Шаншар атамыз. Енді біз жергілікті авторлармен театр көп жұмыс істеді. Елена Әлімжанов, Бақтияр Әбілдаев. Бақтияр Әбілдаев ағамыздың Айша бибісін қойдық. Елена Әлімжанов ағамыздың жаңағы бір қазаққа бір қатын спектаклін қойдық. Тағы да көптеген спектакльдер. Менің творчестволық өмірімде ең бірінші өзіме ыстық образдардың бірі Тұрар Дүйсебаев сахналаған Ертеңді күту деген спектаклі. Онда мен Шегенің образын сомдадым. Ол спектакльде менің алған тәжірибем осы өнер жолын бастауына үлкен әсер етті деп ойлаймын. Одан кейін Ерғали Сиябекович Оразымбетовтің қойған Ертеңді күту спектаклі. Одан кейін Генрих Боровиктің Буэнос-Айрестегі интервью атты спектаклі. Ол Қызылордада Қазақстан театрлар фестивалінде гран-при алған спектакль. Онда мен жаңағы Габриэль Фастасты сомдадым. Кейінгі тарихи рөлдерге де қадам бастым. Революция сарбаздары деген спектакльде мен Фрунзенің образын сомдадым. Кейін Арғынбай Бекбосынов ағамыздың Домалақ ене спектаклінде Ақсақ Темірдің образы менің тағдырыма бұйырыпты. Ең үлкен күрделі спектакль осы болды ма деймін, Ақсақ Темір образы. Жамбыл театрында ең алғашқы Ақсақ Темір образын сомдаған мен болдым. Кейінгі спектакльдер Төле би атамыздың 300 жылдық мерейтойында, мына өзіміз стадионда Төле би атамызды сомдадым. Тағы да Шерхан Мұртазаның Домалақ анасында Бәйдібек бабамызды сомдадым. Міне соңғы ойнаған рөлдерім осы болды. Көбіне сізге комедиялық рөлдерді ойнаған ұнай ма, әлде трагедиялық па? Жаңағы рөл бөлгенде оны біз таңдамаймыз. Оны жаңағы режиссер таңдайды, соңғы худсовет деген болады, солардың шешімі болады. Сонымен осы актердің қолынан осы келеді деп бір рөлді бөлетін негізі солар. Ал тағдырыңа қандай образ түседі, соны алып шығу керек. Оны алып шығу сенің міндетің. Киноға түстіңіз бе? Киноға шыны керек шақыртулар болды. Бірақ бізде ол кезде одақтың кезінде не театрмен бол,
не киноға бар дейтін. Өйткені күнделікті жоспарланып қойған спектакльдер болады, одан шыға алмайсың. Сонымен оған киноға жолым түспеді, шынын айтқанда. Құдай қосқан жарыңыз да театр әртісі екен. Қалай таныстыңыздар? Оны жаңағы мәдени ағарту училищесінде оқып жүргенде, мен 3-ші курста болғанда, ол кісі 1-ші курсқа келді. Сонымен таныстық. Таныстығымыз ары қарай жалғасты. Кейін мен театрға келдім. Ол бітіргеннен кейін Жуалы ауданында Қызғалдақ деген ансамбль болды. Ол сонда қызмет істеді. Сонымен кейін екеуміз жаңа семья құрғаннан кейін ол кісі де театрға келді. Қазір театрдың белді актрисаларының біреуі. Биыл жаңағы мәдениет күнінде осы мәдениет саласы үздігінің атағын алды. Бәрекелді құтты болсын. Бүгінде Ерсін Қалбаева әпкемізбен бірнеше балаларды тәрбиелеп, үлгілі отбасы болып отырсыздар. Аллаға шүкір. Кедейлер тек театрда ғана байлардың үстінен қарап отыра алады деген тәмсіл бар екен. Ендеше театр көрермендеріне айтар ізгі ниетіңіз болса, тыңдауға әзірміз. Театр көрермендеріне айтар тілегім, әрине көрермен бізден театрдан жаңағы жақсы спектакльдерді күтеді ғой. Жақсы спектакльдер ойналып жатса, қойылып жатса, әрине көрермендер риза. Мен өз басым осы театрда жүріп, жаңа айттым ғой, 100-ге тарта образ ойнадым, ішіндегі жаңағы үлкен тарихи тұлғалар болды. Сонда қазір менің мына зейнетке шыққаныма да 5-6 жыл болды. Сонда мен көрермендерге бір риза болатыным, әлі күнге шейін сұрайды. Сіз неғып ойнамай жатырсыз? Сіз келсеңізші, театрда сіздің өз орныңыз бар ғой деген сияқты әңгімелер болады. Мен соған ризамын. Соған әрине көрермендерге тек қана алғысымды айтам. Осы күнге дейін ұмытпағандарына. Ол жалғыз мен емес. Осы театрда қаншама аға әпкелеріміз өтті. Оның өзі үлкен бір тарих десе болады. Жаңа үлкен ағаларымыз бар. Мына кейінге келіп жатқан жастар бар. Талантты жастарымыз бар. Мен соларға тек табыс тілеймін. Творчестволық табыс тілеймін, дендеріне саулық тілеймін. Көрермендеріміз әрқашан бізді ұмытпай, біздің жақсы спектакльдерімізге келе берсін. Тамаша, Құрақ Бидайбекұлы, бүгін алтындай уақытыңызды қиып, осында сұхбат беруге келгеніңіз үшін сізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Аман болыңыз, деніңіз сау болсын, отбасыңыз аман болсын, биіктерді бағындыра беріңіз, Алла қаласа. Осымен Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі актер Құрақ Бидайбекұлымен болған сұхбат соңына жетті. Қадамың кітап басылар, өмірдің өзі сия біл. Әу бастан тағдыр жазылар, өмірдің өзі театр. Амандықта жүздескенше, ардақта ағайын.